Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Капатулланың қабырғаларын ұстасын. 1 шілдеден бастап азаматтардың жекеленген санаттарына әлеуметтік қолдау күшейтілетін болады. Әлеуметтік кодексін іске асыру шеңберінде 2023 жылдың 1 шілдесінен бастап азаматтардың жекеленген санаттары үшін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылардың мөлшері, сондай-ақ мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан еңбекке қабілеттілігінен айырылу және асыраушысынан айырылу жағдайлары бойынша төлемдер 14,5%-ға арттырылады, деп хабарлайды Бақ.кз. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметінің мәлімдеуінше, бұдан басқа 7 және одан да көп баланы өмірге әкеліп, тәрбиелеген наградталған аналарға берілетін жәрдемақы мөлшері 7,4 айлық есептік көрсеткішке дейін арттырылмақ. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.